Сәлем арна көрермендері, осы қазақша тілді арнаны қолдап тіркеле кетіңіздер. Тоқаевты қолдау жөніндегі халықтық коалиция форумында Тоқтар Әубәкіров сөз сөйлеп, президентті алтынға теңеді. Бұл туралы Адырна ұлттық порталы хабарлайды. Қасым-Жомарт Кемелұлын 31 жылдай білемін. Бұл кісінің тазалығы ерекше. Бұл кісінің білімі басқаша. Бүкіл басқа мемлекеттердің басшыларына қарасаң, бұл кісі сөйлегенде бәрі де аузын ашып отырады. Бұл кісінің дипломатия деген дәрежесі, сапасы өте жоғары. Бұл кісінің алдына қойған бағдарламасы бәрімізді біріктіру. Бірлік. Қазақ бұрын айтушы еді, бірлік барда тірлік болады деп. Сол тірлік болу үшін, болашағымыз болу үшін, біріншіден бірлік болуы керек. Басымызды қосуымыз керек. Біздің қолымызға, алақанымызға алтын түсті. Сол алтынның қадірін білейік. Жоғалтып алмайық, бір болайық, бірдей дауыс берейік, деді Тоқтар Әубәкіров.